Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен қамыр илемей пельмен жасайтын боламыз. Пельмендеріміз өте сочный болып шығады. Ал енді кеттік. Бізге 500 грамм фарш қажет болады. Ол үшін 500 грамм фаршымызға бір ас қасық тұзымызды қосып, шай қасықпен бір қасық қара бұрышымызды қосамыз. Аса қатты толтырмай. Сұйық майымызды қосып алатын боламыз. Сұйық майдың орнына оливковый маймен алмастырсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Осының барлығын біз қызыл бұрышымызды қосамыз шай қасықпен. Осының бәрін жақсылап дайын болғаннан кейін араластырып аламыз. Өте сақтап туралған пиязымызды қосамыз, бір бас петрушкамызды қосамыз, бір бума. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді осыдан домалақ етіп шариктер жасайтын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай біздің шариктеріміз дайын болды. Енді осыны біз алып, елекке салып, су құйылған табаға осылай салып, барлық жеріне су тию керек. Салып аламыз, сосын оны бірден ұнға салып, қолымыздың көмегімен осылай аунатып аламыз ұнға. Енді қайтадан елегімізге саламыз. Осыны қайтадан алып, қайтадан ұнымызға салып, қайтадан осылай ұнымызға аунатып алатын боламыз. Міне келесіде тағы да елегімізге салып, тағы да суымызға салып, оны бірден ұнымызға салып, тағы да осылай аунатып алатын боламыз. Осылай 3-4 қайтара жасап шығамыз. Енді біздің пельмендеріміз дайын болды, осындай болып шығады. Қайнап тұрған суымызға бір ас қасық тұзымызды салып, дәміне қарай 2 лавр жапырағын қосып, оған пельмендерімізді салып 5-7 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Пельмендеріміз дайын болды. Дайын болған пельмендеріміздің үстіне кішкене қара бұрыш сеуіп, укроп сеуіп, қонақтарымызға ұсынатын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.